сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ас мәзірі. Бүгінгі сабақта ас мәзірін туралы айту, орындалу мүмкін әрекет туралы айтуға жазып үйрену. Сегодня мы на уроке будем говорить о меню блюд, будем проходить предположительное будущее время глагола. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздері: ас мәзірі меню, аспаз повар, даяшы официант, қарақұмық гречка, күріш рис, ботқа каша. Қайталаймыз: ас мәзірі, аспаз, даяшы, қарақұмық, күріш, ботқа. Ребята, обратите внимание на произношение этих слов. Учитесь правильно произносить слова на казахском языке. Ас мәзірі, аспаз, даяшы, қарақұмық, күріш, ботқа. Жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңыздар. Ал енді балалар, жаңа сөздерді сурет арқылы есте сақтайық. Аспаз, ас даярлайтын адам. Человек, который готовит еду. Даяшы, мейрамханаларда, дәмханаларда келушілерге қызмет көрсететін адам. Человек, который обслуживает посетителей в ресторанах, кафе, в закусочных. Шырын, қарақұмық, ас бұршақ, күріш, аспаз, даяшы, шырын, қарақұмық, ас бұршақ, күріш. Жақсы балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Сөйлесейік. Бірінші тапсырма, 17-ші бет. Ас мәзірімен таныс. Өзіңе қандай тағамдар алар едің? Ребята, представьте, что вы сидите в кафе. Ознакомьтесь с меню. Какие блюда вы заказали по себе? Үлгі. Мен бірінші асқа кеспе алар едім. Я бы на первое взяла бы лапшу. Екінші асқа бұқтырылған ет пен қарақұмық алар едім. На второе взяла бы тушеное мясо с гречкой. Сусын ретінде шай алар едім. Как напиток я взяла бы чай. Ребята, точно так же попробуйте составить свое. Это сообщение вы отправляете голосовым сообщением учителю. Жақсы балалар. Келесі тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма, 18-ші бет. Диалогты тыңда, түсініп оқы. Ару: Өркен, сен қандай тамақ аласың? Мен тек күріш жеймін. Өркен, что ты закажешь? Я буду только есть рис. Өркен: мен сорпа ішкім келіп тұр. Я хочу сорпу. Ал екіншіге балық алар едім. А на второе я бы взял рыбу. Ару: ас мәзірінде балық жоқ. В меню нет рыбы. Өркен: мүмкін даяшыдан сұрармыз? Даяшы, бері келіңізші. Спросим у официанта. Официант, подойдите, пожалуйста. Даяшы: и я, айта беріңіз. Да, говорите. Өркен: сіздерде балық болар ма екен? У вас есть рыба? Даяшы: и я, әрине. Да, конечно. Ару: мазір қате ме сонда? В меню ошибка? Даяшы: кешіріңіз мені, извините меня. Бұл кешегі мәзір ғой. Это вчерашнее меню.
Міне бүгінгі мәзірді алыңыз. Вот, возьмите меню на сегодня. Жақсы балалар, енді өздерің бір мәрте оқыңыздар. Ребята, сами прочитайте. Теперь попробуем ответить на вопрос по диалогу. Диалог бойынша балалар, енді сұраққа жауап беріп көрейік. Үшінші тапсырма. Өркен мен Ару қайда отыр? Олар қандай тағам алғылары келді? Даяшы қандай қателік жіберген? Өркен мен Ару қайда отыр? Қайда отыр? Где сидят? Өркен и Ару. Олар қандай тағам алғылары келді? Что они хотели заказать? Даяшы қандай қателік жіберді? Какую ошибку допустил официант? Сұрақтарға өз бетінше жауап бересіздер. На вопросы отвечаете самостоятельно. Бесінші тапсырма, 19 бет. Даяшы не істейді? Аспаз не істейді? Осы сұрақтарға да жауап беріп көріңіздер. Попробуйте ответить и на эти вопросы. Жақсы балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Ал енді балалар, бүгінгі сабақта болжалды келер шақты өтеміз. Ребята, мы сегодня будем проходить предположительное будущее время глагола. Балалар, болжалды келер шақ істің істелу мүмкіндігін кесіп айтылмайды мұнда. Болжам түрінде білдіріледі, яғни істің қашан болатына шек қойылмайды. Ребята, предположительное будущее время глагола выражает действие в будущем, осуществление которого мыслится лишь бы как бы возможное. В русском языке значение этой формы можно приблизительно сказать, передать словами, например, возможно, пожалуй, может быть, например, мен ертең келермін. Возможно, я завтра приду. Болжалды келер шақ етістіктің түбіріне ар, ер, және жүкті жалғау арқылы жасалады. Ребята, предположительное будущее время глагола образуется при помощи суффиксов ар, ер, а после их личных окончаний. Мысалы, алу, взять, түбірі ал. Корень глагола ал. У мы отбрасываем, потому что это суффикс неопределенной формы. Ал, ар, мын. Я, может быть, возьму. Вот смотрите, вот этот суффикс передает может быть при переводе. Я, может быть, возьму. Келу, приходить. Етістіктің түбірі кел, ер, сын. Ты, может быть, придешь. Или ты, возможно, придешь. Қарау, смотреть. Етістіктің түбірі қара. Қарар, сіз. Вы, может быть, посмотрите. Бару, ходить. Етістіктің түбірін бар даламыз. Ар, мыз. Мы, может быть, пойдем. Ар, ер, етістік даусыз дыбысқа аяқталса, ар, ерді жалғаймыз. Ребята, если слово будет заканчиваться на согласные звуки, значит мы присоединяем суффикс ар, ер. Если же глагол заканчивается на гласный звук, то мы добавляем суффикс р. И, соответственно, ар присоединяется к слову, если слово у нас твердое. Ер, если слово мягкое. Жақсы балалар, тақырыпты түсінсеңдер, келесі тапсырмаға көшейік. Ал енді балалар, дәптерлеріңді ашыңдар, бүгінгі күнді жазыңдар. Желтоқсанның 15-і ас мәзірі, 4-ші тапсырма, 19-шы бет. Мәтіндегі етістіктерді болжалды келер шаққа өзгертіп, сөйлемдерді жаз. Вам нужно
изменить глаголы в предположительном будущем времени и написать предложение в тексте. Үлгі. Ертең мейрамханаға барамыз. Завтра мы пойдем в ресторан. Вам нужно изменить глаголы во всех предложениях, предположительно в будущем времени. Ертең мейрамханаға барармыз. Возможно, мы завтра пойдем в ресторан. Берем корень глагола, добавляйте суффикс ар или р и личное окончание. Жақсы балалар, кері байланыс. Түсіндім. Сұрағым бар. Түсінген жоқпын. Жақсы балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.